Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге Назерке. Бүгін сіздерге қыстың қамын жаз ойла деп түрлі көкөністерді қатыру жолын көрсетемін. Дәл менікіндей жасап көріңіздер. Қыстың күні рахаттанып жейсіздер. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар және менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен тәтті бұрыштарымызды тазалап аламыз. Видеода тәтті бұрыштардың бірнеше қатыру жолын көрсетемін. Азырақ бөлігін голубцы тамағына арнап қатырдым. Ол үшін осылай бас жағын кесіп алып, ішін тазаласаңыздар болғаны. Бас жағындағы кесілген бөлігін тастамаңыздар. Оның да жан-жағындағы жарайтын бөлігін кесіп алып, оны да қатыратын боламыз. Енді қалған бөлігін екіге бөліп, ішін тазалап шығамыз. Міне тәтті бұрыштарымызды тазалап жуып алдым. Енді азғантай бөлігін осылай майдалап турап аламыз. Оны лағманға және қуырып жасалынатын көжелерге қоссаңыздар болады. Майда етіп турап болған соң арнайы қатыруға арналған пакетке салып шығамыз. Үстінен басып, туырлап осылай бір келкетіп жазып аламыз. Енді аузын бекітеміз, кішкентай бөлік қалдырып, оған трубканы салып, осылай ішіндегі ауасын шығарып аламыз. Ол үшін аузымызбен өзімізге қарай тартып, толықтай ауасын шығарып аламыз. Келесі қатыру түрінде екіге бөлінген тәтті бұрыштарымызды сол күйінде салып шықтым. Оны ет асқанда, сорпа істегенде қолдансаңыздар болады. Қалған бөлігін барлығын осылай қатырдым. Келесі голубцы тамағына арналған тәтті бұрыштарымызды саламыз. Бірінің үстіне бірін кигізіп, осылай әдемілеп салып шығамыз. Міне тәтті бұрыштарымызды осылай дайындап алдым. Келесі баклажандарымызды қатыруға дайындаймыз. Бұны да екі түрлі жолмен қатырдым. Біріншісін салатқа осылай дөңгелек жіңішке етіп кесіп шықтым. Баклажанның қалған бөлігін осылай ірі етіп тураймыз. Егерде баклажаныңыз майда болатын болса, екі бөлікке бөлеміз, ал ірі баклажан болатын болса, 4 бөлікке бөліп шығамыз. Бұл түрін тамаққа қосуға дайындадым. Турап дайындап болған соң, қайнап тұрған суымызға дәміне қарай 1,5 ас қасық тұз салдым. Енді туралған баклажандарымызды салып, үстінен осылай басып 5 минутқа қалдырамыз. Ыстық судан соң салқын суға осылай 5 минутқа салып аламыз. Сүлгінің көмегімен осылай баклажандарымызды құрғатып шығамыз. Баклажанның келесі түрінде осылай ыстық суға, сосын салқын суға салып, барлығын құрғатып шығамыз. Енді пакетімізді алып, оған баклажандарымызды ретпен әдемілеп салып шығамыз. Сосын дәл жаңағыдай ауасын шығарамыз. Қатыратын баклажандарымыз дайын болды. Енді морозильникке саламыз. Келесі аскөктерімізді қатырамыз, жуып, тазалап, майда етіп турап шығамыз. Майда етіп турап болған соң, пакетімізге салып, үстінен басып, осылай бір тегіс етіп турлап шығамыз. Бір тегіс етіп жазып болған соң, аузын бекітіп, ішіндегі ауасын шығарамыз. Келесі петрушка мен көк пиязды да дәл жаңағыдай жасап шығамыз.
Келесі қызанағымызды қатыруға дайындаймыз. Салатқа арнап осылай дөңгелек жіңішке етіп кесіп шықтым. Бұны қатыру үшін үлкендеу ыдысымызды алып, астына пакет төсеп, ретпен әдемілеп қойып шығамыз. Бір-біріне жабысып қалмас үшін пакет төсеп, тағы да тізіп қойып шығамыз. Міне қызанақтарымыз қатыруға дайын, енді осыны морозилкаға саламыз. Қызанақтарымыз дайын болды, енді осыны пакетке ретпен тізіп салып шығамыз. Міне қысқа сақтайтын көкөністеріміз дайын болды. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.